Қазір мына жерде сұраймыз, Алла елшісімен кездессең не істер едің десе, бір кісі айтады, мен соткамды тазалайтын едім деп айтады. Соткам іші харамға толып тұр дейді. Соқсап Алла елшісімен кездессе не істер едің десе, бір кісі айтады, дұғасын алар едім дейді. Міне, машалла. Айша анамыз да сол жерде моментті жіберген жоқ. Я Расулалла, маған бір дұға қылыңызшы деді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: Я Раббым, Айшаның өткен күнәлар және болашақ жасайтын күнәлар, және оның жасырын жасаған күнәлар, және оның жария жасаған күнәлар барлығын кешірші деп айтты. Ойбай, андай дұға кімге нәсіп болады? Алла елшісінің дұғасы кейін қарай қайтарылмайды, бауырлар. Ең қайтарылмайтын дұға ол Алла елшісінің дұғасы. Сонда Айша анамыздың төбесі көкке жетті дейді. Тіпті орамалын түсіп кетті деп айтады, ұмытпасам бар ғой. Қуанғаннан жарылып кеткен ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: ей Айша, бұл дұғам сені қатты қуантты ма деп айтты дейді. Ойбай, Алла елшісі, бұған қуанбағанда не нәрсеге қуанамын мен? Бұдан асқан қандай бақыт бар, бүкіл кешіріліп кетті ғой дейді. Болды ғой, онымен Құдай есептеспейді ғой енді, көрдіңіз бе? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді ғой: ей Айша, бұл менің әр 5 уақытта үмметім үшін қылатын дұғам ғой деп айтты.